Көңілім қалап тапқан адал жан жүрекке толы тәтті ағарман жанымыз махаббаттан жаралған тосады бақыт алдан көңілім қалап тапқан адал жан. Барлықтарыңызға сәлем достар. Заманчик екеуміз басымыз қайтадан қосылды. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Короче, влог түсірмегенмен қаншама уақыт болып жайдарманнан кейін вообще ештеңе қылмаппын. Енді бұйырса бастайын деп отырмын. Осы соткамен түсіре беретін сияқтымын, өйткені проф камера іздедім, что-то моменттер болды, бірақ көп теңге сұрайтындай болды, бірақ енді оказывается для себя түсірген дұрыс екен. Енді влогты чисто по душе түсіру. Чисто от души, от всей душой. От души душевно, душу. Долетает прямо в душу, ғой, родной. Әдемі. Русский мелодрамаларда болады. Не ефтемі сөздер болады, ондай. Жүріш жерден шамыз қайды. 31-ге мен өгірді. Біздің остановка осы. Жұмыстан шығып кеткенім бар еді еще. Переход жасайық, переход. Сондай енді кішкене. Короче, студенттік кезім осылай өтіп отыр, как обычно. Сабақтан кейін білмейсің да, қыс бойы үйде жаттым, сентябрьда күнде лағып қаңғырыс, көктем басталды, енді жұмыс істеу керек болып тұр. Құрметті көрермендер, біз проект іздеудеміз. Қазір съемкаға баратыр. Бір проектке. И мен жұмыстан шығып кеттім, прикиньте, мен теміржолшы емеспін. 31-ге жатыр. Как раз жолың ашыла сала да? Жолымыз ашылады. Сондай бір вертяктар бар енді. Самое главное контентті для себя түсіретін болдым бүгіннен бастап. Андай мед деген жоқшылық, короче. Мен осындай тема. Короче, ыстық 31 қарағандыда ең қатты жүретін автобус считается для меня. Қатты жүреді, короче. По правилу, бірақ. По правилу. Менше универде тұруым керек еді негізі. Универде просто сабақ болады, одан тез қайт кетемін менше, жұмыссыз деп ше. Айтпаса, по идее универде тұру керек еді. Универ қызық, вообще қызық. Универді көрсетіп алу ғой? Вообще. Экзамен бастайын деп отыр. Жарайды, бұйырса влогқа универдегі жизнь түсіріп. Как вообще будет? Student's life, да? Student's life. По-моему, бәріне қызық деп ойлаймын енді. Если вам интересно, ставьте лайк. Қарағандыда осы Юг-Востоктың именно Ашимова осы көше, короче, кішігірім Астана. Серік Сапиев, Боксерский. Негізінен бүкіл үйлердің астында болото бар. Так что неяқтан көздер алмаңыздар. Неге норм же? Болотаның үстіне үй салды, да? Норм мне кажется. Былай видтар норм енді, бір күні астыға қаласың не норм болады? Понял. Мына жақта сосын арена, ішінде хоккей бар. Мынаны білмедім не екен примерно. Сапиевке кіреміз, ба? Сапиевте бүгін жарыс бокстың чемпионаты. Сосын влог түсірмеген көп болды, контент түсірмеген вообще көп болды. 11 класстан кейін искренне түсіріп тұрғанын мен осы жаймен деп бастап жатырмын, короче. Басынан көп сөйлеймін шандай, көп сөйлейтін бар енді. Примерно ол Сапиевтің іші осындай әдемі жағдай жасалыпты. Чоткий негізі, как балуан жоқ үй, ондай емес әншілей. Бірақ жарыс осында болады екен. Концерт болды дейсің ба? ECM. Face to face. Жоқ, ECM. Не ол? Типа өздерінің арасындағы жарыстар ма? UFC сияқты ғой, бірақ ECM. Базар. Тема. Нақты көбінесе концерт жүрді. Кішкентай ғой? Қалай өтеді? Ана кісі анау емес па, я? Анау, недегі айтатын? Рухфайтингті айтып тұрады ана кісі, анау. Әр жағында джинсовканы тұр ғой. KFC деп оқи бергенше, KSF деген. Сонда қалай? Кандидат мастер спорта бірдеңе. Мен үстінде комбат файтинг дейді. Тема. Ешкім жоқ па, как? Бұйырса болады. Не үшін сонда? Кинодағыдай болады. Не екеуміз терпелі алып сап не істейді. Добрый вечер, дорогие друзья. Подписываемся на канал. Қандай канал? Мен канал. YouTube канал Арнат деп сен. Арнат? Да. Да, кет. Арнат? YouTube канал Арнат? Арнат? Да. Всем ассаламу алейкум. Вот у нас подошел Арнат, говорит, его канал нужно прорекламировать, поэтому обязательно подписываемся. Короче, подпишитесь на этот канал Арната. Рахмет, что смотришь подкаст. Классно. Смотрите подкасты, занимайтесь спортом. Все, Алдышев, жақсы рахмет. Давай. Сақсан Алдышев. Не трогай канал. Влог қой чисто для себя. Жақсы рахмет.
осындай ағаларымыз аман болсын. Андай ше кейбір адамдар ұялады екен, андай звездалар көрді. Мен де ондай жоқ та көрдім ба, все, момент, это мой шанс деп. Сөйтіп бір моментті пайдаланатын бар. Әрбір моментті пайдалану керек. Сол я. Өйткені бұл момент екенде кемде. Жақсы рахмет. Ана Алишка қарағандыны білемін деп, ар жақтан бүйтіп айналып келдім, оны былай келеміз, заводда секіреміз да, и аяқты мынандай қылып алатынбыз. Ты еще аяғым бар, қомшыл болып тұрады. Ты сказала, шаришь в этом деле? Это балқашта. Көрдің ба, үшеуі шықты, шылтам. Ең басында қарағанда келгенде ешкім танымаймын. Қазір қай жерге, қай заведениеға барсам да әйтеуір бір танысым бар. Шүкір Алла. Қазір Гүлден дейтін осында бір подружкамыз жұмысында екен. Бір зонада жүрген сияқты бір. Гүлден! Гүлден шақыршы? Шақырмайсың ба? Гүлден! Зонада жүрген дейсің ғой? Жақсы анда. Влог түсіріп жатқан ғой, влог начинал. Че, привет передаешь, да? Кому хочешь? Көрермендері? Ей, прическам клевый. Қашан боядың? Қашан боядың? Кеше? Жарайды онда. Сен қасен өтсің ба? Жоқ, мен смотрайсың. Жақсы анда, давай. Осындай жағдай енді. Бұйырсам, влог өзіме по душе, по идее, кайф. Вот моя дело, оказывается. Өйткені мен осы қаншама уақыт болды, влогтан бұрын вообще контент түсірмей жатып, Қарағандыға келгелі мен андай жұмыс іздедім де, короче. Мойщикта болдым, болайын дедім, грузчик, официант, бәріне бардым, короче, не получилось. Но бірақ осы именно влог түсіргеніміз, блин, оказывается, это моя работа, это моя жизнь. Деп андай, ё-моё, Гуглдан оқып алғанмын. Влогқа оттап отырсың ғой. Андай орыстар болады, сандал, қап-қара киіп алып, сандал жүре береді. Тау тас қарамайды, короче, жүре береді. Сондай бір жизнь. Андай тиктоктан ғана көретін. Гармония дейтін бір бизнес-центрға келдік. Осында Алишка видео ма бірдеңе түсетін сондай короче. Осында съемочный видео түсіру керек екен. Бұл аяқ астынан болып отыр ше. Өзі бәрі жаймен деп жұмыс жоқ, примерно кеше іздеп жүрем. Өзі аяқ астынан шығып жұмыстар жаймен деп табылып жатқаны бар енді. Мынау ю. Примерно осындай жақтардамыз. 3-ші этаж Гармония бизнес-центрда. Саған енді примерно осындай идеяда саған видео түсіру керек, получается. Неше видео керек? Қазір біреу кетті, енді 2-3 жетеді шығар. Жетеу болса вообще кайф өшеді. Не знаю. В общем, жас балалар осында келді, видео түсірейікші ағайын, сіз білесіз ғой деді. Жүріңдер деді балалар. Пикми. В общем, Гармония жеді деген осы бизнес-центр. Примерно кредит бірдеңе банктар айтып, сондай вайндар түсіп отыр. Камила бауырымыз бар, Али ағамыз бар, осындай аға бауырларымыздың өнер жолында жүрген ағаларыма мыңда бір алғыс айтқым келіп тұр, осы сәтті пайдаланып. Осының ше? Реально блогер? Да. Ну, почти. Держи аккаунт. Сколько? Чего? Ты блогер? Не считаю себя блогером, я считаю любителем. 70 тысяч тенге қойсың. Это в ТикТоке. Это Инстаграм. Подписывайтесь дегенді айтпайсың. Подписывайтесь. На орнатика. Сендер екеуің құсайсыңдар ма, бірдеңесіңдер? Мынау саған, мынау досына. Ойбай. Мынау саған, мынау досына. Мынау қызына. Қыз жоқ бірақ. Йоо, көп нәрсе күттік қой. Жарайды. Жоқ, нормально. Достар, қараңдар. 3 осындай бургер, 3 фри бар, 3 соус бар, 3 мынандай колалар бар, бро деген колалар бар. Осының барлығын 3690 теңге аласыздар. Осы промокодты жазып, Яндекске кіріп, промокодыңызды алып, тегін доставкамен үйге осылай тамақ ішіп заказ бересіздер. Мына жақта, в общем, алмас тұрады, бірсе андай, мына жерге кірген бетте андай бір ощущение болды, андай Степногорск па, бірше андай Омск па, сондай бір район сияқты өзі. Өзі де орысқа ұқсайды. Десең, ладно, пацаны, давайте. Бір андай, көшенің балалары ұқсап тұрғандарын ше. Сен уже здесь не сидишь, давай. Жоқ, это прикол. Кетсейші болды.
Армашкадан алмайды. Армашка. Что за армашка? Мен жаңағы Арман деген. Мына бейсендікі, Иә. базар. Үстіне бейсен киіз. Жаңағы нені көрсетші, Каспийін ше. Рассрочка болып отқан Каспий. Давай, да. Короче, это до и после деп сенде. Қайда берікке? Берікке жібергенсің ғой? Мына қара. Ну, короче, до бол. Но қай кездері примерно? Ма? Мхм. Жарты жыл бұрын ғой. Жарты, 6 ай бұрын, е? Иә, 6 ай Ал бұрын. қазір? Ассалаумағалейкум. Базар жоқ. Что там? Что там? Шүкір Алла десеш. Шүкір Алла. Нанан бір ешчо сездамыз деп дейсіз. Оны күнгі бір күнім почти осылай өтті. Кейбір жерлерінде түспей қалдым, кейбір жерлерінде түсірдім. Автобуста басылғаным, ол сабақтан қайтып баратқаным ғой негізі. Енді бұйырса сабақты да барлық жерде көрсететін боламын. Қазір осы жерде 1 миллиардқа салған ғой осы паркты. Байкен Асфигованың жанындағы, Сарыарқаның бойындағы парк. Парк па, білмеймін бұл жер не дейді. Сондай жердеміз, в общем. Осы жерде, Алика. Осы жерде бір қиялданып алғаным бар енді. Ана аяқтан бұлай жаяу жүресің. Енді такси болмайды, автобус болмай қалады, сол кезде жаяу жүресің ғой. Сол моменттерде ойлайтын ғой, бәрі қарашы, такси болмай қалды деген ше. Сол кезде андай бәрі жаяу жүріп, бір ойланғаннан кейін көп нәрсе уже инсайттар өз-өзіме келе береді да. Сондай бірдеңелер бар енді. Я думаю, прям будет тутунге же. Шүкір. Давай повторим, да? Я не расслабляйся, когда ты, Бар, жатта келе бар, 2. Пока для себя түсіріп жатыр. Жоқ, бүгін мен еще влог бастағам түсіріп. Мен негізі GoPro мен түсіргім келген. Че говоришь? Достар, біз бүгін Ауылдың көшесін дейді. Корнеевканың батыры. дворға шықтық по душам Арнат досыммен. Арнат бауырыммен дейді. Сырласым. Сырласып, в общем, сөйтіп жатырмыз. Жарайды, ладно, пойдет. Итак, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін 11-і, бүгін ощущение, патолог ощущение. Оны кейін бір бұйырған күні айтамын енді. Бүгін жанында Назерке бар. Сосын біз автобуста жамағат Мерей Кура істейтін жерге баратық примерно. Сосын сол жақтан Куралармен көрсетіп болады. Бүгін негізі неге баруым керек еді? Универге барып, сол жақта түсірем ба деп, универді көрсетем ба деп. Бүгін ешкі қақпарға жүктеп, мен де өрмейді. Сондай, такое дело. Бұл жақта 45 істейді. Бұл жақта 40. Мұны осы ұзын жол, қазір сен көрсету керек. Мен пепсимен жүрізді сені. Алматинский болып жүрді, андай қошай. Бірақ пепси. Андай 0,5-пен тұрып. Милфолар ал кетуші еді ғой баяғыда. Сосын жаймен деп неге тайырға келіп. Студенттік кезімде осы тайырды өткіздім басында ше, балалармен группаластармен. Басында қызықтым. Мен TikTok түсіремін әпке еще. TikTok'та 94 мың ба, сондай подписчик. Иә. А Instagram'да мен көп түсірмей кеттім, просто 3 жылдай болды. Айтпасай былай. Неде? Қалыпсыздар болады ғой сонда? Духуй осындай жердеміз жаймен деп духуйлар көріп отыр. Мен андай духуйды таңдай алмаймын, короче. Иісі қандай солай ұра берем. Оказывается, балалардың арасында андай духуй болып жатқан ше. Крит, Авентус, либо Саваж деген одной и той же вкуспен ұра береді екен. А мен де ондай сұрпар болмайды енді. Достар, қандастар, майнай. Ора-пора. Алатын болдың ба? Көрейін? Неден алам? Біреуін алсаң, біреуі подарка дей ма? Диффузор подарок. Не ол диффузор дейтін? Үйде тұрады. Бүгін Арнұрдың туған күні ғой, соған подарка аламыз деп шыққанбыз ғой. Сосын темалар өзгеріп, қазір тәтеммен жүрмін. Сол, басқа, ничего. Бүгін новый чехол алдым ондай. Кеттік, поехали. Let's go. 7-те ұйықтадым да, 8-де тұрып, қайтадан тұрып. Короче, бүгін 1 сағат ұйықтадым. Сонан ба, қатты шаршап тұрмыз. Ондай кайф чувствомен жүрмін. Бүгін Арнұр деген дос баламыздың туған күні, соған жұртын етіп балалар болып жиналып отыр. Біз қазір Ердостың хатасындамыз, сосын Диас, сосын Мұқағали ағамыздың. Міне осындай хата в общем, потолок болып отыр.
Жағдайлы әлі. Люктың бір шетінен екінші шетіне бару деген дертек. Бірақ кайф. Балалармен, тамырлармен, осындай движняктармен жүргеніміз бар енді. Бірақ мен өз тарихымда өзімнің емес, елдің достастарымен құттарласам ба, қат жиналам ба, бірдеңе екен. Дым көрінбейтін ше. Көрт түсірмейміз тортты, қарындасымен ай. Ба 9 деймін. 9 бітіріп отыр ма? Зәйшіктер сапты соткымса. 9. Кура, привет передай! Мен еще кімді көргем? Жұмыста Айы мен Гүлденді көргем. Мен Гүлденді көргем? Мазгес тоқайт қаққансың ғой, мектепте сабақ беріп отыр екен. Тоқта? Тоқтасыш, уақыт болған жоқ. Туған күні шал. Өлең қойындашы біреуін. Бейберек әтсіз туған күн ба? Көзін жұмбай келмедіңдер ме? Арттан келе жатыр ғой деме. Нұртас, Мерей, Диас, Кура, Алихан, Назерке, Мансур! Мансур! Палуандар. Балалармен, тамырлармен. Шықса шау, тұқыш. Арчау! Бать, тұрай келе. Ясқы өргіз? Я легенда болып келатқанша. Бүгін сенің туған күнің аман болсын матаның. Аны гуленка болып отқанша есік алды. Арнұр туған күні құтты болсын. Сигнал деді. Тілек айтсаңдар, тілек алқасым емес, тілек айтшы. Мен бастаймын ба? Үлкені кім сол баса? Арчи баса. Мен қорқымын? Тенші дейсің. Қақта? Жүрмен баса. Точно? Пардон. Бастайын ба? Артықтан толар апса. Жуынды. Рахмет сасы. Шараға кес сөйлестім. Сүйек қалды. Ал Арнұр бүгінгі Ал Арнұр Арчи әрекет бүгінгі келіп жеткен туған күнің құтты болсын. Саған зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Арнұрды мен бірінші сыныптан бері енді араласпаймын деп айта алмаймын. Бірінші сыныптан бері араласпақ, бірақ Олимпиадада Арнұрды көретінмін. Олимпиадада жүрген осы. Өзі андай үріп жүретін былайша. Натурик кетті сондай ғой. Арнұрды көргенде бұзық қалады ғой. Наушник киіп алып Қатайып кетті. Нормально өзіміз сұрасақ. Арнұр бұл өмірде өте жақсы андай мейірімді, қашан көмек сұрасаң қолын Қарағандыда өзіме қатты ұнаған осы парк. Емес, парк қой. Ана жақта бауырлармен, тауырлармен жүртін. Сондай настроение сәл-пәл бар негізі пайдет. Күшті негізі туған күнді Қарағандыда өткізіп, кезінде Балқашта өткізіп, кайфуша баратын жер болмай қалып, Қарағандыда бар екен, шүкір Алла. Осы екеуіне жүре алмайсың, да? Сай емес бұл. Визион қойып берем. Саған. Қазақ бұны! Қолына найза беріп қойып. Привет. Сәлем. Бояп қазір қосады күйді нахуй. Айдайын мен! Біз үш ФПшникпіз. Біз бүгіннен бастап қошыға отырамыз. Растяжка, машка. Фигура. Жолда сенің бармын. Бірге таңдарым. Айбай!
Атса бірге таңдарым. Қоншы жаныма құласа. Мұнандай блогер бірінші рет көрттің ба? Бітті рет. Үйсің бе? Сен екі адам бешесің бе? Есік ашады, шыз баспайды. Отла тиген!